Өтүп бара жаткан жылда еңбекпен камтамасыз этүү орталыгы карапайым калык үчүн өтө жогору деңгээлде кызмет этти. Канчама жумуссуз адамдар, жас мамандар еңбекпен камтамасыз этилди. Осы орайда биздин телеарнамызга көпчүлүк көрөрмендердин алгыс билдирген каттары үздүксүз келүүдө. Алматы қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы жыл басынан бері 53 мыңға жуық адамды жұмыспен қамтыды. Олардың ішінде 34 мыңды тұрақты жұмыспен қамтылған болса, 1200-дей әлеуметтік жұмысына жіберілді. 16 мыңнан астам адам уақытша жұмыстар мен қоғамдық жұмыстарға қатысты. Жыл басынан бері осы жұмыспен қамту орталығына 2 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жандар хабарласты, жүгінді. Олардың ішінде 1200-дей әлеуметтік жұмыс орнына барса, 500-ден астамы қоғамдық жұмыстарға барды, 500-дей жастар іс тәжірибесіне барса, 41-ден астамы тегін оқу курстарына қатысып, сертификатын алып, қазіргі таңда жұмысқа араласып, жұмыс істеп жатыр. Енді нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың еңбек бағдарламасы 2016 жылы қабылданған болатын. Соның аясында осы келесі жылы жұмыспен қамту орталығына 10 жыл болады, юбилейі болады. Осы жылдар арасында бізге енді 500-600 мыңнан астам адам жүгінді. Осы 17 жылдан бері қарай есептегенде 130 мыңдай адам жұмыспен қамтылып, жаңағы тұрақты жұмысқа, уақытша жұмыстарға тартылды, жұмысқа тұрды. Енді қазіргі таңда мына қоғамдық жұмыс, енді уақытша жұмыстарға өтініштер қабылданып жатыр. Ол жылдың аяғында бекітіледі. Қай мекемеге, қай жерге қанша адам баратыны және оларға мемлекет тарапынан ақшалар бөлінеді. Сол үшін қазір нақты мынандай деп айтуға әлі ерте. Бірақ келесі жылы осы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың еңбек бағдарламасы ары қаратай жалғасын таба береді. Оның аясында жаңадан енгізілген осы 20-шы жылы алғашқы жұмыс орны менен ұрпақтар келісім шарты жүзеге асыратын болады. Енді бізге жаңа келемдеп жатқандар онлайн ретінде де хабарласа алады. Біздің бос жұмыс орындарының бәрі осы еңбек порталында тіркелген. Әрбір мекеме, әрбір жұмыс орны өздерінің бос жұмыс ашық орындарын еңбек порталына тіркейді. Сол жерден қала бойынша, Қазақстан бойынша көруіне болады. Олардың бір-бірімен келісуіне онлайн ретінде жаңағы барлық жағдайлар жасалған. Алдағы уақытта осы Назарбаев көшесі 50-ші үйге келуге болады, немесе жаңағы колл-центрдің телефондары бар, 2-24-20-00, соғанда хабарласуларына болады. В Центре занятости в 2020 году на момент пандемии было трудоустроено около 24 тысячи человек. К нам обратилось с начала года 2602 людей с ограниченными возможностями, из них 1602 людей трудоустроены. Инбек – это база для работодателей и соискателей, интегрированная база. В этой базе можно работодателям зарегистрироваться и подавать свои вакансии на свободные вакантные рабочие места. А соискателям можно заходить в Инбек, подавать свое резюме и искать работу. В этом году, например, в связи с пандемией, план наш увеличили, приняты были антикризисные меры. В следующем году планируется больше людей трудоустроить, дать людям работу, чтобы безработицы стало меньше, чем в этом году. Будут создаваться рабочие места, будут также продолжаться дорожная карта занятости, как в этом году.